Қоғамдық бірлестігінің еріктілеріміз. Өздеріңіз білетіндей, аудан әкімшілігінде ауыл және аудан әкімдерінің есеп беру жиындары өтіп жатыр. Осыған орай біз халықтың пікірін білу үшін міне орталық алаңға жиналып отырмыз. Сәлеметсіз бе? Менің сізге қояр бірер сұрақтарым бар. Қалай сіз осы күнге дейін қатысып көрдіңіз бе есеп беру жиналыстарына? Жақсы бәрі. Аудан әкім жақсы жұмыс істеп жатыр. Сол. Қатысып көрдіңіз бе? Иә. Осы сіз егер аудан ауыл әкімдерінің есеп беру шараларына қатысатын болсаңыз, қай сұрақтарды қояр едіңіз? Не сұрақ дейсің бе? Мен аудан әкім сұрақ көп қой. Халықтың жағдайын жақсартып деп қояр едім. Аудана Кіребеш жеріндегі жаңадан ашылған монумент, Қазығұрт монументі, одан бөлек көптеген жобалардың басы-қасында жүрміз. Өте жақсы деген баға беремін. Ал енді менің сізге қоятын екінші сұрағым, бұрын соңды ауыл әкімдіктерінің есеп беруіне қатысып көрдіңіз бе? Егер жоқ болса, неге? Мен ауыл әкімдіктерінің есебіне жыл сайын қатысам, ол менің азаматтық борышым деп білемін. Сол үшін жылда қатысам. Енді үшінші сұраққа көшсек, аудан ауыл әкімдіктерінің есеп беру шараларын қатысқан болсаңыз, қай бөлімдерге сұрақ қоятын едіңіз? Аудан ауыл округтерінде есептеріне қатысқам. Осы жақында ғана Жігерген ауыл округінің әкімдігінің есебіне қатыстым. Күні кеше ғана болған. Бұл кезде көтерген негізгі мәселе ауылдағы жол бойындағы тротуарлар. Көпшілігі мәдениет саласын дамыту қажет деп жауап берді. Яғни спорт үйірмелері, спорттық ұйымдардың барлығын құрып, клубтарды құру және сонымен қоса жаңағы жолдағы ақ жолақты да бізге айтып өтті. Және де жаңа айтып өткендей мұғалімдердің сапасын жақсарту, сонымен қоса қарапайым ауыз судың жоқтығы мәселе деп алынып отыр. Және жердің жоқтығы көп адамдар айтып жатыр, қанша жыл болды біздің учаскеге тұрғанымызға, бірақ әлі бізге жер келген жоқ дейді. Осыны мәселе деп қарастырып жатыр. Бүгінгі есеп беруіне қатысып көргенсіз бе деген сұраққа олардың басым көпшілігі жоқ, тіпті оларға қатысуға мүмкіндігі бар екенін де білген жоқ. Және де оларға қандай бастамалар керек дегенде бізде ауқымды проблемалар тұрғын үй және түрлі клубтар ашу болатын. Яғни олар тек қана орталықта емес, басқа да шеткі аудандардан түрлі клубтар, кітапханалар ашылса деген ұсыныстар тастады. Деген пікір берушілер халықпен санаспайтын жеткізді, және де олар жарықтың, газдың, светтің жоқ болуын бізге Бүгінгі берген интервьюдің арқасында біз Қазығұртта болып жатқан көптеген жағдайларға анық және қанық болдық. Бұның нәтижесінде көптеген адамдар, біз жай ғана қарапайым адамдармыз, және біздің сөзіміз ешқандай да өзінің жалғасын таппайды деп жатыр. Мысалы, біз ешқандай да өзгерту немесе бастамалар енгізе алмаймыз. Және біз айтқанмен ол шешіліп қалмайды. Мысалы, аудан және ауыл әкімдіктерінің есеп беруіне бізді баруға болмайды, немесе мүлде бармағанбыз деген сияқты жауаптар естідік. Өйткені біз жай ғана қарапайым көлік жүргізушіміз, яғни біздің құқығымыз жоқ деген сияқты жаңсақ пікірлерді естіп жаттық. Алдағы уақытта осы дүниелермен күрессек, яғни алдағы уақытта осы дүниелерді жақсартуға күш жұмсасақ деген ниеттемін.